Сіз әр шоколад жеген сайын анау алыстағы бейшара әлі 12-ге толмаған балаларды қол қылып өмірлерін құртып жатырсыз десем, маған сенесіз бе? Сенесіз бе, жоқ па, өзіңіз білесіз, бірақ бұл шындық. Қаншама шоколад шығаратын фабрикалар сұмдық нәрселерді бізден, яғни қарапайым адамдардан жасырып жүр. Сабағын оқи алмай, тегін қол болып жүрген балалардан бастап шоколадқа қосылатын ауыр металдар мен уға дейін. Және шын өмірдегі Вилли Вонка балаларды өлтіретін маньяк болған ба? Сәлем, сіздермен Диана Кю. Кешегі видеомен сіздерді әдейі күлдіртіп алдым. Бүгінгі видеоны көріп шок болсын деп. Абайлаңыздар, сүйікті шоколадтарыңызды жек көріп кетулеріңіз мүмкін. Сіздерге беретін кеңесім, бар жоғы 10 минутқа өзіңізді шоколад әлеміне тап болдым деп елестетіп отырыңыздар. Мойындаңыздаршы, ешқайсыңыз бір рет болсын, ай осы шоколад қалай пайда болды, өзі кім ойлап тапты деп ойланып көрмедіңіздер, иә? Онда мен айтып берейін. Шоколад какаодан жасалады. Ал какао ағаштары бүкіл планета бойынша тек 4-ақ елде ғана өседі. Сол 4-ақ ел бүкіл әлемге какао жіберіп отырады. Ағашта өсіп тұрған какао жемісінен шоколад жасау Ольмак тайпасында пайда болған, біздің заманымыздан бұрынғы 1500-1700 жылдары. Басында какаоны құрғатып, майдалап, суға араластырып, әші сусын ретінде типа арақ ретінде ішіп жүрген, оған шекер қосып шоколад жасау кейін пайда болған. Так, енді бұрыннан келе жатқан өте атақты Hershey's атты шоколад бар. Оны ойлап тапқан Милтон Hershey's атты атамыз. Именно осы ата шоколадты бүкіл адамдар жей беретіндей етіп өзгертті. Өйткені басында шоколадты тек шіріген байлар ғана жейтін, прям қымбат болған. Қарапайым адамдар шоколадтың не екенін білмеген де. Милтон, мен шоколадты тек байлар ғана емес, бүкіл адамдар жей беретіндей арзан етіп жасасам ше. Сонда шоколад планета бойынша атақты болатын еді деп ойлана бастайды. Солай 1984 жылы өзінің Hershey's Chocolate Company'ді ашады. Бір плитканы бар жоғы 5 центке сатқан, біздің ақшамен ол 200-250 теңге. Шоколадты жақсы көретіндер осы атаға қазір рахмет деп айтып қойсаңыздар болады. Өйткені Милтон Hershey'стің арқасында шоколад шынымен де бүкіл әлемге тарады. Еще ол ешқашан еремейтін шоколад да ойлап тапқан екен. Аты Hershey's Tropical Chocolate. Бірақ қазір неге еремейтін шоколад жоқ, кім білсін. Hershey's өте қарапайым, жақсы адам болған. Қолында байлығы бәрі болды, бірақ әйелімен тегі балалы бола алмады. Сол үшін де жетім балаларға көмектесіп жүретін, мектеп құрып, оларды оқытып дегендей. А остальные это, наверное, Видео шоколад жайлы болғанда Чарли и шоколадная фабриканы да айтып өтпесем болмайды ғой. Менің кішкентай кезімдегі ең сүйікті фильмдерімнің бірі. Жалпы Вилли Вонканың 2 версиясы бар. Біріншісі Вилли Вонка и шоколадная фабрика. Не стойте там, сделайте что-нибудь. Помогите. Полиция. Совершено убийство. Похоже, он тонет. Спасите его. Екіншісі уже бәріміз білетін Чарли и шоколадная фабрика. Видеоның басында айтқан Вилли Вонка балаларды өлтірумен айналысатын маньяк болуы мүмкін дегенім именно бірінші версиясына қатысты. Так, екеуін салыстырайық. Бірінші версиясында басында балалар мен олардың мама-папалары фабрикаға кіргенде осы қып-қызыл көл ма, өзен ба, не в общем ағып тұрған сұйықтық бар. Грязная река. Это промышленные отходы. Посмотрите на водопад. Это самая важная часть проекта. Вилли Вонканың айтуы бойынша бұның бәрі шоколад екен, бірақ қызыл түсті шоколад өмірімде бірінші рет көруім. Шоколад емес, тура қанға ұқсай ма, я? Мейлі қойшы мақұл, шоколад деп елестете берейік. Бірақ мына томпақ бала соған құлап кеткенде Вонка көмектесудің орнында не істеді? Тұрды әшейін, даже шоколадқа құлатып жіберген Вонканың өзі дегенде теория бар. Осы кадрда тура солай көрінеді. Сағы шайнаған Виолетта негізі уланған еді. Верука белкаларымен бірге түсіп кетіп, мусор жинайтын жақта жоғалып кетті. Ал Майкты просто майда бөліктерге бөліп тастай салды. Диана, не айтып кеттің? Барлық балалар соңында мама-папаларымен бірге фабрикадан шығады ғой дерсіздер. Бірақ ол екінші версиясында. Ал бірінші версиясында балалар вообще фабрикадан шықпайды. Олар тірі ма жоқ па көрсетпейді да. Никто никогда не заходит туда. И никто никогда не выходит. Сонда Вилли Вонка шынымен де балаларды өлтірумен айналыса ма? Бұл әшін кино болғанмен ащы шындықты бізге басқаша етіп көрсеткісі келген. Өйткені дәл қазір шын өмірде әшейін бір шоколад деп қаншама балалар құл болып жұмсалып, даже өліп те кетіп жатыр. Бірақ бұл жайлы сәл кейіндеу.
Қазіргі шығарылып жатқан шоколадтардың басықтары сіздерге Hershey сатамыз емес, тек жақсы, качественный нәрселерден жасап шығаратын. Қазіргілер үшін барынша көп шоколад сату ғана маңызды, яғни ақша маңызды. Адамдарды зависим қылу үшін наркотик қосуға дейін барады. Так, барлығын по порядку айтып берейін. Бірінші факт. Қазіргі шоколадтарға ауыр металдар қосылады. Жақында ғана 2023 жылы общий 20-дан көп компания тексерілді. Оның ішінде Nestle, Nutella, Alpengold бәрі бар. И не табылды деп ойлайсыздар? Әрине барлығын ішінен свинец және кадмий улары табылды. Свинецтің кесірінен адам ойлау қабілеті нашарлап, сәлге ашулана беретін, ұмытып қала беретін, агрессивный болып қалады. Ал кадмийдің кесірінен қаншама адамдардың почкасы ауырып, тіпті рак болып қалып та жатыр. Екінші факт. Кейбір шоколадтардың ішінен жәндіктер табылған. Мысалы, таракан. Америкадағы зерттеу бойынша бір ғана плиткада 60-тан көп жәндіктің қалдықтары болуы мүмкін екен. Оның ішінде таракан, қоңыз деген сияқтылар бар. Кейде шоколад жеген соң кейбіреулерде угри шығып кетеді. Көбінесе сол жәндіктердің кесірінен шығады екен. Үшінші факт. Шоколад ол наркотик. Шайды тәттімен ішпесем тұра алмаймын деп көбісі айтып жатады. Жалпы какаоның өзінде миымызды айналдырып қоятын, зависим қылып қоятын зат бар. Ол теобрамин және фенилэтиамин. Ғалымдар шоколадта наркотиктің жеңіл түрі деп санайды екен. Төртінші факт. Тағы да микропластик. Видеоларымның бірінде микропластиктер уже біздің миымызбен қанымызға өткен деп айтып едім. Шоколадтың сыртында да дәл сол микропластиктер бар. Жалпы микропластиктің бізге зияны уақытынан ерте қартаямыз и аурушаң болып қалуымыз да мүмкін. Бесінші факт. Жатар уақыттан алдын шоколад жеген адамдардың көбісі түнде жаман түс көрдім деп айтып жатады. Так, кім тексеріп көреді? Түнде шоколад жеп ұйықтап, сосын комментарийге жаман түс көрдіңіздер ме жоқ па жаса кетіңіздер. Көбісі білмейді, бірақ қара шоколад деген бар. Ол басқаларына қарағанда әшші болады, өйткені оған шекер аз қосылған және какаосы көбірек. Именно қара шоколад зияны жоқ, жақсысы, пайдалысысы болып саналады, бірақ мүлдем ондай емес. Қазіргі қара шоколадтар наоборот, кәдімгі тәтті шоколадтарға қарағанда 1000 есе зиян. Қазір барлығын түсіндіріп беремін. Осыдан бірнеше жыл алдын Consumer Reports атты компания бүкіл именно қара шоколадтарға зерттеу жүргізді. Оның ішінде біз білетін Nestle, Dove шоколадтары да бар. Жаңағы айтқан шоколадтың ішіндегі ауыр металдар қара шоколадтың ішінде обычный шоколадтарға қарағанда өте көп болып шықты. Әшейін 28 граммның өзі сіздерге кәдімгідей зиян болады. Тағы да сол свинец және кадмий. Қайталап отырмай қояйын, олардың бізбен не істей алатын? Почти барлық шоколадтарды адамдар сотқа берді, бірақ әрине ешқандай да нәтиже жоқ. Ақ шоколад жайлы да информация айтып кетейін. Білесіздер, ақ шоколад негізінде вообще шоколад емес, оның ішінде какао жоқ. Ақ шоколад просто кокосовый май и әртүрлі химикаттардың қосындысы. Егер алдыңызда ақ шоколад и қара шоколад тұрған болса, екеуі де зиян әрине, бірақ қара шоколадты жеген дұрыс, өйткені ақ шоколад вообще шоколад емес. Мына балалардың шоколадқа и қол болуға не қатысы бар? Шоколад шығаратын компаниялар бізден не жасырып жүр? Видеоның ең қызық и ең маңызды сәтіне келіп жеттік. Сіздің қолыңызға шоколад жетіп келем дегенше қаншама жолдардан өтеді. Ең бірінші тропикалық ормандар. Ол жерде какао ағаштары өседі. Почти барлық компаниялар именно Африканың какаоларын сатып алады. Өйткені ол жерде арзандау, бірақ оның себебі бар. И ол қазіргі әлемдік проблема. Барлығы 2001 жылы басталды. Менің жасым бірде кезде. Шоколад жасайтын компанияларда балаларды құлдыққа жұмсап жатсыңдар деп айыптай бастады. Жұмыс істеп жүргендердің бәрі әлі 12-ге толмаған періште балалар. Олар азаннан бастап түнге дейін жұмыс істейді. Кішкентай болып алып, өткір пышақтармен и химикаттармен жұмыс жасағанның кесірінен не бір аурулармен ауырады. Әшейін бір шоколад үшін сонша жұмыс істеп, байғұстар сол шоколадтың дәмін көрмеген де ғой. Ал біз кейде мен бұл шоколадты жегім келмейді деп өзінше боламыз, Компаниялар адамдарды прямой ұрлап, оларға ақша бермей тегін жылатқызып қойып жұмыс істеткізеді. Сондай шоколадтарды сосын біз рахаттанып жеп отырамыз. Сол 2001 жылы скандал шығып кеткенде қаншама компаниялар болды енді балаларды жұмысқа алмаймыз деп уәде берген еді. Бірақ әлі күнге дейін ол нәрсе тоқтаған жоқ. И дәл қазір сіз осы видеоны көріп отырғаныңызда сол бейшара 12-ге де толмаған балалар біздің шоколад жеуіміз үшін күні түні тегін жұмыс жасап жүр.
Мен сіздерге мүлдем шоколад жеме деп айтпаймын. Тағы бір күні менің шоколад жеп жатқанымды көріп, Диана сен жеме деп едің ғой деп жүрмеңіздер. Шоколад жеп тұрыңыздар әрине, бірақ көп болып кетпесін. Ал видео сіздерге қызық болды деген үміттемін. Бұл информациялардың барлығын табу оңай болмады. Лайк басып, комментарий жазып, тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Ал сіздермен болған Диана Q. Келесі роликте кездескенше.